Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Әділ. Бүгінгі видеода қытайлық снектерге мега үлкен обзор болады. Бірақ жай обзор емес. Бұл алдарыңызда көріп тұрған бокстарды мен арнайы сіздерге дайындап қойдым. Қалай және неге екенін білгіңіз келсе, видеоны ең соңына дейін көріп тастаңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Осы күнге дейін Puzzle Life көрермендер каждый раз сұрайды, сендер осы ерекше заттарды қай жерден аласыңдар? Мен де оны жеп көргім келеді деп, арнайы сондай көрермендер үшін және жай осындай біз сияқты қызықты, ерекше, жаңа дәмдер сезінгенді жақсы көретін адамдарға мен осындай пазлдан арнайы бокстарды дайындап қойдым. Бұл үлкен бокс бізде Big Puzzle деп аталады, ал мынау классикалық пазл. Қазір осыларға мен шолу жасайтын боламын. Және де бүгін кішігірім ASMR болады. Видео бастамай жатып міндетті түрде лайк, пікір, арнаға тіркелу, барлық қолдауды көрсетіп кетіңіздер, ал мен бокстарға кірісе берейін. Мінекей алдарыңызда үлкен бокс, ол үлкен болғанымен оның бағасы аса қатты қымбат емес достар. Бірақ мен осы күнге дейін қандай снектерді қытайлық жеп көрдім, латяо деп аталады осылардың барлығы, мен жеп көрген барлық ең күшті, ең ерекшелерін барлығы мен осы екі боксқа жинап қойдым. Және сіз олардың дәмін менімен бірге көре аласыздар. Бұл бокста бізде не бар? Классикалық осындай латяолар бар. Қазір сіз экраннан көріп тұрсыздар. Міне осындай бар. Классикалық барлық қай жерде Қазақстанда латяолар сатып алмасаңыздар да, барлық жерде осындай латяолар бар. Ең жиі сатылатын деп осыларды да айтса болады. Мінекей осы бокста сонымен қатар сіздерге осындай панданы салып қойдым. Маған өзіме осы панда өте қатты ұнады. Дәмін көрсеңіз өте жақсы. Кәдімгідей ала беріп, жей бергіңіз келеді. Снек десе снек нағыз осы. Мінекей одан кейін өткен видеоларда қытайлық тағамдар жайлы осындай снектерді жеп көрдім, латяоларды. 4 бұрыш маған өте қатты ұнады. Аса қатты ащы емес. Иә, сіз барлықтарыңыз білесіздер, біз арнада ащы заттарды өте көп жедік, бірақ мыналар арнайы сіздерге аса қатты ащы еместерін дайындап қойдым. Үлкен бокста сонымен қатар осындай кішкентай панда бар. Бұл да өте дәмді, маған ұнады. Сондықтан осы боксқа үлкен және кішкентай панданы салып қойдым. Мынандай күшті латяо бар. Мынаны енді дәмін мен сізге айта алмаймын, жай жеген кезде өзіңіз сезінесіз. Кім дорамаларды көреді, немесе анималарды көрген адамдар бар болатын болса, ал мен білем ондайлар бар. Мынандай балмұздақтар бар. Мінекей қараңыздар. Бұл балмұздақты морозилкаға салып қойып, бүйтіп сындырып жесеңіз де болады, және жай ішсеңіз де болады. Бұл боксты алған кезде мен сіздерге осындай ішіне салып жіберемін. Әсіресе морозилкаға салып жесеңіз күшті болады, шын айтайын. Сонымен қатар азиялық один доманың варианты бар, латяо бар. Сырты қызық, дәмі де өте күшті болғандықтан осы боксқа қостым. Және осы бокста сіздерге фри чипсы дайындап қойдым. Осындай картоп фри чипсы ретінде жасалынған, өте дәмді. Жеп көрсеңіз. Және міне осындай лапша тәрізді латяо өте дәмді деп айта берем. Бірақ достар, шын осы видеода барлығы дәмді. Өйткені мен сіздерге қаншама видеоларды ескеріп, қарап, тексеріп осы бокстарды дайындап бердім. Дорамалардағы сияқты коктейльчик бар, өте тәтті, өте күшті. Үлкен бокста ондай екеу, мінекей екеу салып қойдым. Мына жерде осындай палочкалар бар, өте дәмді, өте қытырлақ, өте күшті. Және де осындай Томи Джерри деген кішкентай латяолар. Аса қатты ащы емес, жақсы, өте дәмді снек. Сонымен қатар мен сіздерге осындай ішіне барлығы ащы, барлығы тұзды, барлығы майлы болмасын деп сіздерге осындай тәтті мармеладтардан салып жібердім. Енді мыналарды кішкентайларды жесеңіз, сіздерге ол әрине мен сенімдім өте қатты ұнайды. Неге мен бұны бұрында жемедім деп ойлайсыз? Мен осылайларды осылай сіздерге салып бердім. Оның ішінде енді бір талай заттар бар. Оның барлығын жеп бітіру үшін үлкен топ адам керек. Достармен отырып жесеңіз де, оны тойып, әңгімелесіп, кино көріп, жақсы бір көңіл күймен жеп бітесіз деп сенімді айта аламын. Ішінде дәл сол айтқанымдай тиктоктағы барлық жерде қазір хит популярны латяоларды жинап қойдым. Барлығы сенімді, өзім дәмін көрдім. Жаман дәм ішінде жоқ достар. Ащы, біреуі кисло-сладкий, біреуі майлы, біреуі тұзды, тәтті, қышқыл. Барлық дәмдерін, ең ерекше дәмдерін осы боксқа жинап бердім. Классикалық пазл боксына келетін болсақ, бұл жерде міне осындай кисло-сладкий және ащы үлкен
төрт бұрышты снектар бар, латиаолар. Осындай ұзын бар, өте дәмді, сіздерге ұнайды деп сенемін. Сыртында ұйғыр азаматтары бейнеленген латиао бар, өте дәмді тоже. Шын айтам, мен бүгін обзорды кішкене ғана істеймін, себебі бұның барлығы мен дәмін көрдім, сіздерге жіберместен бұрын тексеріп көрдім, дәмі барлығында күшті. Міне мына бокста өзіме ұнайтын латиаолардың бірі осындай жалпақ. Дәмі енді ерекше. Сіздер оны көру керексіздер. Дәл ана бокстағы сияқты мұздатқышқа салатын балмұздақ жатыр мына жерде. Домалақ латиаолар дәмді, тұзды. Мінекей осындай екі ерекше жалпақ латиао бар. Олардың сырттары ұқсағанымен дәмдері әртүрлі. Оны жеп көру керек, сезініп көру керек достар. Одан кейін осындай латиао бар. Бұны енді кәдімгідей ана TikTok-тағы сияқты бұның барлығын бұрап, майын шығарып, тұзымен, ащылығымен рахаттанып жеу керек осының барлығын. ASMR-лерге дәл келетін осындай снек жатыр. Оны да салып қойдым осы жерге. Әрине, мынау сіз қайда барамыз достар? Мынау ең классикалық, ең күшті қытайлық снектердің бірі. Іші толып тұр, ұстасаңыз кәдімгідей толып тұр іші. Мынаны точно сіз жеген кезде тоясыз. Және осы бокста осындай күшті сыртқы бейнесі өте әдемі снек бар, қараңыздар. Ол да өте дәмді. TikTok-та мынаны көрген мен. Жалпы осының барлығы TikTok-та хит болған кезде мен қайсын деп қарап жүріп, әйеліміз екеуміз осылай жинастырып, әртүрлі латиаоларды көріп, қайсын қай боксқа саламыз деп, ең актуальны, ең популярны, ең қазіргі дәмді өтетін хитовый заттардың бәрін салдық екі боксқа да. Сондықтан қайсысын алсаңыз да еш өкінбейсіз достар. Мінекей қараңыздар, осы боксты енді сіздерге ашып, үстелге жайып көрсеттім. Ішінде шыны керек талай зат бар. Орташа бокстың өзінде талай заттар бар. Енді сіздерге осы бокс ұнаған болса, осылай біреуге сыйлық істегіңіз келсе, немесе өзіңізге сыйлық істегіңіз келсе, осы керемет снектердің дәмін көргіңіз келсе, видеоның сипаттамасындағы көрсетілген WhatsApp-қа тапсырыс берсеңіз болады. Ол номерді сипаттамада бірінші пікірде таба аласыз. Барлығын ыңғайлы сіздерге істеп қоям. Жазыңыз, тапсырыс беріңіздер. Барлығы тапсырыс істеу бойынша оңай. Қазақстанның кез келген жеріне бокстарды жібереміз. Ал Алматыдан тапсырыс беретін адамдарға мен өзім осы бокстарды әкеп беремін. Мінекей достар, бүгінгі бокстардың тақырыбы бітті. Енді кішігірім ASMR істеп көрейік. Нанның дәмі аса қатты маған ұнайды. Жоқ достар, реально сіз нанның дәмін көру керексіз. Тоқтай алмай жатырмын. Дерзко. Күшті. Бұл сізге чипсы емес, бұл сізге кирешка емес, бұл жаңа деңгей. Снектердің жаңа деңгейі. Реально тоқтай алмаймын. Өте дәмді. Ақ футболкамды болғаттым, тоқтай алмаймын деп. Маған просто қараңызшы. Иісі деген бүкіл үйді жаулап кетті. Бұл шикардос қой, бұл шикардос. Раменді алып, кішіретіп, аузына салып жіберген сияқтысың. Бір захватпен бір раменді жеп қойған сияқтымын. Мінекей осындай, қараңыздар. Жоқ, екі боксқа да обязательно сіздерге мыналарды көп салып беремін. Мен қазір жеп жатқан барлығы бірдей емес, олардың әр қайсының дәмі әр түрлі. Ал бұл бокстар сізді қызықтырған болса, және осыларға тапсырыс бергіңіз келсе, міндетті түрде видеоның сипаттамасындағы және бірінші пікірдегі WhatsApp номеріне жазыңыз. Кез келген уақытта тапсырысты қабылдаймыз. Қазақстанның кез келген қаласына почтамен салып жібереміз. А егер сіз Алматыдан болсаңыз, мен бұны өзім сізге әкеп беремін. Лайк басып тіркелдіңіз бе? Тіркелдіңіз бе? Давай. О, жақсы болды. Тіркелдіңіз, лайк бастыңыз. Бүгінге осы сіздермен болған мен Әділ Пазылға жазыл.